Ассалаумағалейкум достар, сіздермен досымжан. Бүгін біз сіздермен бір қызық жақында шоу болып жатыр. WWE штатында бұл шоу Money in the Bank деп аталады. Бұл Money in the Bank шоуы қалай айтсақ болады. Негізі бұяқта 7 адам төгілсе, және де ең үстінде тұрған, лестницаның ең үстінде тұрған кейс алу керек. Соны жеңген адам, жеңген адам өзінің қалаған матчына кіріп кете алады. Сол WWE-дің бұл шоуы осы 10 өтетін болады. Оны жіберіп алыңыздар, көріңіздер, және де қызықты ойын деп жатыр. Және де бұл WWE-де 6 участник қатыса алып отыр. Сол 6 участник жайлы бүгін видео айтсақ. Бірінші участник бұл Отис. Отис WWE-ге енді ғана келді. Бұл жігіт әзірге бұндай ешқандайға қалай айтсақ түсінсем болады екен. Бұндай пушқа не заслужил, бұл WWE-ге енді келді. Сол себептерінде бұл үшін өте керемет жетістік шығар. Бұл Money in the Bank'та қатысып отқан. Сол себепті бұны жеңісіне сенбей ақ қойсақ та болады. Одан кейін америкалық дракон бізде Дэниел Брайан. Дэниел Брайан қазір WWE-де өзінің керемет уақытын көрсетіп жүр. Ол главный чемпионство компанияда алды, керемет фьюдтарға қатысты. Сол себептен де бұл Дэниел Брайанның да жеңісіне сенуге болады. Бірақтан кім біледі, бірақтан Винс Макмен оны басқаша шешіп Дэниел Брайанның орнына басқа рестлерге беруі мүмкін. Ал ол рестлерді біз қазір келесі сюжетті анықтайтын боламыз. Ол кезекті рестлер бізде Баурон Корбин. Баурон Корбинді әрине қазір фанаттар жақсы көрмейді. Ол қазіргі кезде ең жаман рестлерді ойнап жүр. Яғни қазір бұған осы сәтқа шейін бұл ондай жетістікке жеткен болатын, бірақтан ол оны неудачно еді, сәтсіз істеп, сол себептен ол титулсыз қалған болатын. Бірақтан екінші мәрте мүмкіндігі бар, өз-өзін көрсетіп, тағы да өз Money in the Bank'ты жеңіп, өзінің алғашқы титулына қол жеткізуге оның көптен көп мүмкіндігі бар. Ал бізде одан кейінгі қатысық Александр Блисс. Бұл рестлер қазір WWE-де жүргеніне біраз уақыт болып қалды. Бірақтан қызығы, бұл рестлер әзірге ешқандай керемет жетістікке жете қойған жоқ. Бұл рестлер 2 шақпен төбелеседі, оны тез жеңеді, және де 1 сағат өзінің промосын оқиды. Сол себептен де бұл рестлерге осындай пуш алуға лайықты. Сол себептен де бұл рестлерге де біз жеңісті бере берсек болады. Ал бұдан да басқа участниктер, ол участник бізде AJ Styles. AJ Styles қазір гробовщиктен кейінгі матчында өзі енді қазір хил болып жүр. Сол себептен қазір фейс қылуы мүмкін. Сол себептен де егер бұл жеңсе, Money in the Bank'та бұл қайтадан хил джорн істетіп, әрмен қарай хил қылып фанаттар жеп көріп кетуі мүмкін. Немесе бұл фейс джорн істеп, фанаттарды қайтадан өзінің бұрынғыдай жақсы көргізуі мүмкін. Сол себепті қазір бәрі оның өз қолында, және де Винс Макменнің. Ал біздің соңғы участнигіміз, соңғы қатысушымыз бұл Рей Мистерио. Бұл мексикалық лучадор қазір өзінің керемет уақытында жүр. Сол себептен де бұл рестлердің жеңісіне де қалай айтсам болады, жеңеді деп ойлап отырмыз. Себебі бұл қазір өзі фанаттардың любимчигі, фанаттар өте қатты жақсы көреді. Сол себептен де бұл рестлер қазір кезде өзінің жеңісіне сенімді отыр айтсақ болғанша. Бірақтан білетін шығарсыздар, Винс Макменнің қолынан бәрі келетіні. Сонымен құрметті достар, бұл барлық рестлерлер болатын. Сонымен бұл видеоның аяқ жағы сіздерге ұнады деген ниеттемін. Ал сіздер комментарияға бұл 6 қатысушыдан басқа тағы да кімді көргілеріңіз келді, және де өз ойларыңыз комментарияға міндетті жазып кетіңіздер. Кім жеңетін, кім жеңбейтін, және не себепті жеңетін жазып кете салу сіздерге қиын болмады деп ойлаймын. Және сіздерге рахмет айтарым, 200 подписчик жетіпсіз. Сол себепті сіздерге 1000 рахмет. Сонымен бұл досымжан, келесі видео бір аптадан кейін шығады. Сау, саламатта болыңыздар.